Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Оразалы Жұмабеков мектебінің 9-шы сынып оқушысы Игілікова Айым. Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз жамал» романы. Бұл шығармада қазақ даласындағы әлеуметтік теңсіздік, махаббат трагедиясы, әдет-ғұрыптың қаталдығы бейнеленеді. Шығарма қысқаша былай баяндалады. Жамал ауылдың әдемі, ақылды әрі ақжарқын қызы. Ол азаттықтан сайтын, махаббатты жоғары қоятын ерекше мінезді жан. Жамалдың жүрегі көрші ауылдың жігіті Ғалиға ауады. Екеуі бір-біріне ғашық болып, болашақтарына бірге жоспар құрады. Алайда қазақ қоғамындағы дәстүрлер олардың бақытын аяққа басады. Жамалдың ата-анасы қыздарын малға сатпақ болып, Жамалды қарт байға ұзатпақшы болады. Қарсылық білдіргенімен, Жамал әкесінің дегеніне көнуге мәжбүр болады. Осылайша ол арманы мен махаббатынан айырылып, бақытсыздыққа ұшырайды. Байдың үйінде Жамалдың өмірі азапқа айналады. Ал бұл азап оның тағдырын қайғылы аяқтауға жеткізеді. Шығармада Жамалдың тағдыры арқылы әйелдердің теңсіздігі, дәстүрдің шектеуі және махаббаттың трагедиясы суреттеледі. Автор қоғамдағы өзгерістер қажеттігін меңзеп, оқырмандарды ойлануға шақырады.